Саламатсыздар ма? Менің атым Жолдығали Дәрмен және мен қазір Қазақстан тарихы бойынша екінші СРС тапсырмасын орындағалы отырмын. Бізге берілген тапсырма ол қазақ жазушыларының көркем шығармаларында Қазақстан тарихының көрінісі. Яғни осы тапсырмаға таңдалған шығарма ол Қабдеш Жұмаділовтің «Академиктің көз жасы» деген атты туындысы. Бұл шығарма тарихи тақырыпқа жазылған, яғни әрі қазақ қоғамының өте ауыр кезеңін, зиялылардың тағдырын, ғылым жолындағы күресті терең бейнелеген ерекше туынды десек те болады. Және осы шығармаға берілген сұрақтар бар. Яғни алдымен бірінші сұрақты айта кетсек, ол шығарма қандай тарихи кезең туралы сипатталады. Яғни «Академиктің көз жасы» шығармасында Қазақстанның 20 ғасырдағы ең күрделі кезеңдерінің бірін көрсеткен болатын. Яғни 1930 бен 1950 жылдары арасындағы қуғын-сүргін, кеңестік тоталитарлық жүйенің қысымы, шындықты айтуға болмайтын уақыт, ұлт зиялылары қадағалауға алынған уақыт десек те болады. Бұл тек бір адамның өмірі емес, яғни бүкіл бір буынның трагедиясы десек те болады. Яғни шығармада ғылым жолындағы қиындықтар, қазақ қоғамында рухани қысым, ұлттық өзіндік болмысын сақтап қалу жолында күрес. Яғни сол кезде кеңес өкіметі тұсында қазақ тілін, тарихын зерттеу қауіпті саналып, зиялылар ұлтшыл, халық жауы деген айыптармен жиі қудаланған болатын. Яғни дәл осылай жағдайлар осы шығарманың негізгі тарихы фонын құрайды. Яғни сол кездегі ғылымдардың, халықтың және халықтың құқығына күрес туралы айтылатын шығарма десек те болады. Келесі талқылайтын сұрағымыз ол екінші сұрақ, яғни осы шығармадағы басты кейіпкерлер. Бұл шығарманың басты кейіпкері шығарманың атына байланысты, яғни академик. Академик ол бізде Қаныш Сәтбаев. Яғни біз білетіндей ол жастайынан бастап ғылымға ден қояды. Бірақ сол кезде ғылым әсіресе гуманитарлық ғылым, таза білімге емес, идеологияға, саясатқа бағынған болатынын білеміз. Яғни бұл шығармада жақсы көрсетіледі. Яғни академиктің ғылым жолындағы алғашқы қадамдарын бастап, оның әрбір зерттеу жұмысы, әрбір мақаласы бұл кеңес идеологиясына қайшы емес пе деген күдікпен тексерілмейтінін байқаймыз. Яғни сол кездегі кеңес өкіметі ғылымға, Қазақстан тарихын зерттеуге тыйым салу сондай кезең болған. Яғни ғылым ретінде өсу жолы тек біліммен ғана емес, сол идеологиялық тосқауылдармен күресумен өткен болатын. Яғни бұл кезеңді түсіну үшін тек деректерді білу аз, сонымен қатар сол дәуірдегі адамның жадымен сезіну керек. Яғни осы шығармада Қаныш Сәтбаевтың ішкі дүниесі бүткілі көрсетіледі. Яғни жазушы осыны өте шебер жеткізген болатын, яғни өзіме ұнады. Және академик өзінің жастық шағын еске алғанда білім іздеу бір азап, бірақ сол білімді қызғыштай қорғау одан да қиын деп айтқан болатын. Сонымен қоса бұл сөздер сол кезеңнің рухани қысымын түгел ашқан болатын. Ал енді автордың негізгі идеяларына тоқталсақ, яғни мен үшін бұл шығармада автордың екі идеясы болған. Бірінші идея ол бізде ұлттық рухани тұтастығы, яғни шығармада академиктің ең үлкен уайымы, ол ұлттың тағдыры, оның рухани болашағы болған болатын. Яғни ол ғылымды тек жеке мансап үшін емес, яғни жеке мансап деп қабылдамайды, ғылымды ұлтқа қызмет етудің жолы деп түсінеді. Осындай азаматтардың арқасында Қазақстан тарихы, әдебиеті, мәдениеті жоғалмай бүгінгі ұрпаққа жеткен болатын. Және жазушы осыны баса көтерген болатын. Және екінші идея ол мен үшін ғылымдағы адалдық мәселесі. Яғни сол кезеңде, яғни кеңестік кезеңде ғылыми атақ алу үшін, қызметке көтерілу үшін жағымпаздық, партияға қызмет ету, жалған мақалалар жазу сияқты құбылыстар көп болған болатын. Яғни бірақ академик бұлардың ешқайсысына бармайды.
ол шындықты, әділетті қорғауға тырысқан болатын. Және ғылым болу атақ үшін емес, ақиқат үшін көрсету деген оның ұстазының сөзі оның бүкіл өмірлік ұстанымына айналған болатын. Және біз үшін, яғни мен үшін үшінші мәселе ол тоталитарлық жүйенің адам тағдырына салған жарасы. Яғни академиктің көз жасы тек бір адамның мұңы емес, бұл бүкіл бір буынның, қазақ зиялыларының күйзелісі. Яғни сол кездегі аштық, қуғын-сүргін сияқты мәселелер көрсетілген болатын. Және осы зиялылар, олар ел үшін еңбек еткісі келді, бірақ жүйе олардың әрбір әрекетін қадағалап отырған болатын. Бір қате сөз, бір дұрыс айтылмаған пікір болса, адам тағдырын өзгертіп жіберетін. Енді шығармалардың басқа да кейіпкерлері бар, соларға тоқтала кетсек, бас кейіпкер ол айтқандай академик, яғни Қаныш Сәтбаев. Оны сипаттап кетсек, ол сабырлы, білімді, көп көрген, өмірдің тұщысын тапқан адам. Яғни оның жас шақта қуанышы аса көп емес, бірақ та өкініші, күресі, ішкі толғанысы өте көп. Яғни оның бүткілі осы шығармада көрсетілген болатын. Және Қаныш Сәтбаевтың ерекшелігіне тоқтала кетсек, ол қанша қиындық көрсе де рухани сынбауы. Яғни өз жұмыстарына көптеген наразылық білдірген кеңес өкіметіне қарамастан өзінікін алуға тырысқан болатын. Яғни басқа елдерге, шетелге қыдырып барып, өз әйелімен бірге қыдырып, өз мәселелерін шешіп келген болатын. Яғни ол әділетсіздікке мойынсұнбайды, бірақ оны қатты добырада қылмайды. Және тыныш жүріп ұлтқа қызмет етеді десек те болады. Яғни Қаныш Сәтбаевтың істері көп көрінбесе де, шетелге барып, қазақ жерін, яғни сол жердегі мәселелерді шешуге көптеген үлесін қосқан болатын. Және сондай-ақ жазушы сондай адамды көрсету арқылы нағыз зиялының қандай болу керектігін меңзейді десек те болады, яғни көрсеткен болатын. Келесі ол бізде басқа да кейіпкерлер, яғни тек академикқа тоқтала кетпей, яғни Қаныш Сәтбаевқа басқа да рөлі үлкен, мағынасы бар кейіпкерлер де бар. Олардың бірі академиктің, яғни Қаныш Сәтбаевтың ұстазы. Бұл тұлғада, шығарманың маңызды бөлігі десек те болады. Яғни ұстазы академикке оған ғылымның мағынасын түсіндіреді, білімнің мәні, яғни білімнің мәні халыққа қызмет ету екендігін, ақиқат сөз айту екендігін үйретеді. Сонымен қоса ұстазының өсиеттері де қалған. Яғни бұл өсиеттер Қаныш Сәтбаевтың бүкіл өміріне бағыт берген сөздер десек те болады. Олардың бірі қазақтың тағдырына қатысты әрбір ғылыми сөз ол аманат. Яғни шығарманың рухани өзегіне айналған сөз десек те болады. Сонымен бірге қуғын-сүргінге ұшыраған әріптестері де бар. Әрқайсысының тағдыры, яғни жеке бір хикая десек те болады. Яғни бірінің өмірі түрмеде үзілген, бірі шетелде қашып кеткен, бірі халық жауы атанып абақтыға жабылған. Яғни Қаныш Сәтбаев сол адамдардың тағдырына куә болғандықтан, ол үшін тарих оқулықтағы бейне емес, бедер емес, шынайы тірі жара десек те болады. Сонымен қоса Қаныш Сәтбаевтың отбасысы бар. Оның екінші әйелі Таисия атты кейіпкер бар. Яғни шығарма бойы бұл әйелі өз күйеуіне, яғни Қаныш Сәтбаевқа қолдау білдіріп, шетелге барған мезетте өз қолдауын білдіріп бірге барған болатын. Яғни мәселелер шешу барысында эмоционалды түрде көптеген көмек берген болатын. Сонымен қоса академиктің отбасысы бар, яғни аға апалары. Өзі Өскемен қаласында тұрғанымен, сол кезде аштық жайлап жатқан, ауылдарда жейтін тамақ болмаған. Және сол академиктің осы кездегі бір жүрегі таза екендігін, басқа адамдарды ойлайтындығын
көруге болады. Яғни қаладан ауылға қарай аттанған болатын. Яғни қаладан ауылға аттануға 3-4 күн кететін болған. Бірақ ол оған қарамастан, жолдың қиындығына қарамастан, өз туысқандарына, яғни үйлеріне барған болатын. Сол кезде біз көре алатындай, оның ағасы, яғни Ғани басқа қалаға кеткен болатын. Оның ұлдары бар. Яғни соларды өзімен бірге аманат ретінде қалаға алып кеткен болатын. Сонымен қоса тума туысқандарын да ала кеткен болатын. Содан кейін біз білетіндей, басқа көрші ауылда оның апасы, яғни балдарымен ауыр халде жатқандықтан, апасының балдарын, яғни қалаға алып кеткен болатын. Сонымен қорытындыласақ, шамамен 20-30 ауылдың балдарын қалаға алып келіп, балалар үйіне тапсырған болатын. Яғни сол жерде оларға күтім керек болғандықтан тапсырған болатын. Солардың бірін, яғни сол балалардың ішінен Кемел Ақышев шыққан. Яғни Кемел Ақышев біз білетіндей 1969 жылы алғашқы алтын адам тапқан болатын. Осылайша Кемел Ақышевті Қаныш Сәтпаев өлімнен сақтаған десек те болады. Келесі тоқталатын сұрағымыз осы шығармадағы салт дәстүрлер. Яғни осы шығармада көптеген салт дәстүрлер көрсетілген болатын. Яғни солардың ең әсерлерінің бірі ол қазақтардың тұрмысындағы, әсіресе осы Қаныш Сәтпаев ауылға барған сәттерін еске алсақ та болады. Яғни үлкендердің бата алуы, дастархан барысында әңгімелері, марқұмдарға арналып берілген ас. Осы марқұмдарға берілген ас туралы айта кетсек, біз білетіндей Қаныш Сәтпаев Өскеменнен ауылға аттанған сәтте аштықтың кесірінен өз ата-анасының көзін жұмғанын білмейтін болатын. Яғни ауылға келген сәтте өз ата-анасы көзін жұмған туралы естіген кезде мәйіттеріне барып топырақ салған болатын. Яғни бұл топырақ салу жай ғана іс-әрекет емес, кезінен бері қазірға дейін сақталған салт дәстүр десек те болады. Яғни сол кезде бата оқып топырақ салу біздің қазақтың халқына сіңіп кеткен іс-әрекет. Сонымен қоса әсіресе айтқым келетін нәрсе ол қуғын-сүргін құрбандарын еске алу. Яғни жазушы осы рәсімдер арқылы қазақтың өткен ұмытпайтынын, қайғысында, қуанышында да бірге бөлісетін халық екенін көрсеткен болатын. Яғни Қаныш Сәтпаевтың көптеген әріптестері, яғни сол кездегі қайраткерлер, зиялылар көптеп қуғын-сүргінге ұшыраған болатын. Өлім жазасына атылған, түрмеге қамалған, басқа жаққа көшіріліп жіберген көптеген таныстары болды. Яғни біз көре алатындай Қаныш Сәтпаев оларды ұмытпағандығы, яғни қанша алыста болса да, өз көзімен көрмесе де оларды еске алып отыр. Яғни бұл Қаныш Сәтпаевтың барлығын өз жүрегіне жақын ұстайтынын көруге болады. Ал енді мен осы шығарма оқу барысындағы алған танымдық сабақтарым туралы айтқым келеді. Яғни бұл шығарманы оқу барысында көптеген сезімдер алып келді. Яғни бұл өтірік шығарма емес. Яғни бұрынғы кездегі адамдардың өмірі, яғни шындықты баяндайтын шығарма десек те болады. Яғни бұл шығарманы оқу қарапайым әдеби оқу емес, әдеби туындыны оқу емес. Мен үшін бұл тарих сабағы десек те болады. Яғни мен өзім үшін көптеген жаңалықтар аштым. Солардың бірі ол біріншіден ғылымда адал болу өте қиын нәрсе екенін сезіндім. Әсіресе сол кезеңдегі сол ғылымды зерттеу барысында бірақ сөз айтқан үшін де адамдардың өмірі қиылып, тағдыры бұзылғандығы
яғни сол кездегі кеңестік өкіметтің қысымы соншалықты болған, адамның өмірі бір-ақ сөзден де өзгеретін болған. Екіншіден, ол қазіргі тәуелсіз Қазақстанда ғылым еркін екендігін сезіндім. Яғни бұл еркіндіктің қадірін түсіну керек деген ойдамын. Яғни сол кезеңдегі қиындықтарға қарамастан да халқымыз, яғни осындай қайраткерлер, зиялылар ғылымды зерттеген, елге қызмет ететіндей қылған. Ал қазіргі таңда бұндай қысым жоқ, және де бұл жастарға үлкен мүмкіндік десек те болады. Өз ойларымен, өз еркіндігімен ғылымды зерттеуге мүмкіндіктері көп. Үшіншіден, қазақ зиялыларының қандай құрбандықпен бүгінгі күнге дейін жеткенін, яғни бұрынғыдан да тереңірек сезіндім. Яғни бұл шығарма оқу барысында сол кездегі Қаныш Сәтбаевтың, яғни басты кейіпкерінің қаншама қиындықтан өткенін көрдім. Яғни бұл тарих кітаптарында жазылмайды, және де біз оқып жүрген мектептегі, университеттегі бағдарламаларда жоқ. Яғни сол бұрынғы кезеңдегі зиялылардың қаншалықты қиын жолдардан өткен, қаншалықты қиын сезімдерден өткен, және көптеген сынақтардан, яғни сынбай өткендігін көре алдым. Және де төртіншіден, тарихты тек фактілер арқылы емес, адам тағдыры арқылы түсінген кезде ғана оның ауырлығын сезінесің. Яғни бұл шығармадағы мен айта кеткендей, Қаныш Сәтбаев қаншама қиындықтардан өтті, қаншама жолдан өтті, өз ата-анасының, туысқандарының өлімін көрді. Бірақ та бұл қиыншылықтарға қарамастан өз жолын бұзған жоқ. Ғылымды зерттеуге шетелге барды, Мәскеуге, Татарстанға, Қазан қаласына барды. Яғни сол кездегі адамдардың қаншалықты халыққа қызмет ететінін көрінді. Және де қаншалықты халыққа жанашырлығы бар екенін көрсетті десек те болады. Келесі пункт, ол бізде осы шығармадағы өзіне ерекше әсер берген 3 үзіндіні айтып беру. Бірінші үзінді ол Қаныш Сәтбаевтың, академиктің, яғни бас кейіпкердің Өскемен қаласынан өз туған ауылына жол тартуы. Бұл жолдың мақсаты сол кездегі ашаршылық, Қазақстанда ашаршылық болған, яғни өз таныстарынан ауылдағы тума-туысқандардың, ауылдастарының ауыр жағдайда екендігін айтып берген болатын. Соны естіп, Қаныш Сәтбаев күннің және ауа райының жамандығына қарамай ауылға жол тартады. Ауылға жол деген 2-3 күнге созылады, және ауылға жеткен кезеңде оны ауылдастары, тума-туысқандары күтіп алған болатын. Және де жаман жаңалық айтқан, яғни Қаныш Сәтбаевтың ата-анасы ашаршылықтың кесірінен көз жұмғандығы туралы айтады. Бірақ та бұл ата-анасының өмірден өтуі одан да бұрын болған, бірақ Қаныш Сәтбаевқа оны айтпасын деген. Өйткені Қаныш Сәтбаевтың өз ғылым жолында істері, уақыты болмағандықтан оны уайымға салмайық деген ниетпен айтпаған болатын. Ауылға келген сәтте академик ауылдастарының, тума-туысқандарының ауыр жағдайын көреді. Және бірінші кезеңде ол өзінің ағасын іздей бастайды, яғни Ғани атты ағасы. Оның әйелі мен балалары сол ауылда қалған болатын, ал өзі басқа қалаға жұмыстармен кетіп қалған болатын. Сол кезеңде ауылдағы балалардың ашаршылықтан қырылып жатқанын, ауыр жағдайда ауырып жатқанын көрген Сәтбаев оларды бүйтіп қалдыра алмады. Және де сол ауылдағы 20-30 шақты баланы өзімен бірге Өскемен қаласына алып кетем деп бүткілін салып алған болатын. Өскемен қаласына жол тартқан сәтте Қаныш көрші ауылда өзінің туған апасы өмір сүріп жатқанын біліп, сояққа соғып кетейік деген ниетпен тоқтайды. Алайда оларға апасының өлімі туралы және апасының балалары қиын жағдайда жатқандығын айтады. Сол сәтте қасымда жүрген жалғыз апамның балаларын мен қалай алып кетпеймін деген ниетпен Қаныш Сәтбаев оларды да ауыр жағдайда болса да
Өскемен қаласына өз үйіне алып кеткен болатын. Жеткен мезетте 20 шақты баланы үйінде Таисия атты әйелі киім тігіп, оларды киіндіріп, шомылдырып, тамақтарын берген болатын, және одан кейін оларды приютқа алып барып тастаған болатын, яғни балаларға арналған үй десек те болады. Сол жерде балаларға жақсы қарап, олардың мүмкіндіктерін көбейткен болатын. Және де осы балалардың арасынан Кемел Ақышев атты ғалым шыққан, яғни тарихшы. Сәтбаев оның өмірін құтқарып қалды, және соның арқасында Кемел Ақышев 1969 жылы біз білетіндей алтын адам тапқан. Яғни Қаныш Сәтбаев, осы үзіндіде Қаныш Сәтбаевтың басқа адамдарды ойлайтындығы, халық үшін жұмыс жасайтындығын, және де тума-туысқандарын өз жағдайы болса да басқа адамдардың жағдайын жасай аламын деген ниетпен ауылға барғандығы өте ерекше әсер етті маған. Және де сол алып келген балалардың көбі ғылым жолына, басқа нәрселер зерттеу жолына да ілінген болатын. Екінші өте ерекше әсер еткен үзіндінің бірі ол Қаныш Сәтбаевтың Мәскеуге тартқан жолы. Яғни біз білетіндей Қаныш Сәтбаев Томск қаласында геология институтын бітірген. Шығарма мезетінде геолог, өте білікті маман. Соның арқасында ол Өскемен қаласында, Өскемен маңайында көптеген кен орындарын ашқан болатын. Олар жататын мыс кен орны, мырыш, көмір, түсті металлургия, және де оның жер асты қоры өте үлкен болатын. Қордың үлкендігіне байланысты Қаныш Сәтбаев кеңес өкіметінің академ басшысына ұсыныс тастайды. Осы зерттеу жүрген жерінде зауыт пен фабрикалар салуға, алайда бұл ұсыныс қайтарылмайды. Яғни сол кезеңде кеңес өкіметінде, яғни темір жолдардың тапшылығы болған болатын, және көптеген қаражатты соған бөлгенде сол Өскемен қаласында кен орындарын дамытуды тоқтата тұратындығын айтты. Бұл мәселе Қаныш Сәтбаевқа қатты ұнамады да, ол үйіндегі көптеген құжаттарын жинап, өз әйелімен Мәскеу қаласына аттанады. Бұл жол бір-екі апта созылады, және де Қаныш Сәтбаев білмейді, бірақ оны Мәскеу қаласында қазақ жастары, студенттер күтіп алған болатын. Бірақ та олар Қаныш Сәтбаевты демалып қыдырып келіп жатыр деген оймен келген болатын. Алайда Қаныш Сәтбаев сол мезетте оларға бүткілін түсіндіріп, осындай мәселе болып жатқанын айтқан болатын. Бұл мәселені естіп, көбі көмектескісі келмей тарап кеткен болатын, және де тек бір-екеуі сол жерде қалып Қаныш Сәтбаевты жататын жерлеріне, қонатын жерлеріне алып барған болатын. Келесі сол күні бойы келген мезеттен келесі күнге дайындалып академияның басшылығына барған болатын. Алайда біз білетіндей бұл мәселе бір күнде шешіле қоятын мәселе емес. Сондықтан Қаныш Сәтбаевқа бір ай күтуін сұраған болатын. Осы бір айда олар Мәскеу қаласынан әйелі Таисия екеуі Татарстанға, яғни Татарстанның бас қаласына, Қазанға барып демалып қайтқан болатын. Келген мезетте біз білетіндей Қаныш Сәтбаевтың ұсынысы қабылданбады. Алайда ол еш мұнаймай өз ұстазына барған болатын, яғни өзінің Томскіде ұстазы, геологтардың геология саласына таныстары өте көп. Таныстары арқылы сол геология маманының басшылығына өзі кездесуге барады. Сол кездескен мезеттен танысып, әңгімелесіп, тікелей Сталинға жіберген болатын Сәтбаевты. Сәтбаев 2-3 күн дайындалып, Сталинмен кездесуге барады. Бұл кездесуде көптеген мәселелерді шешу ретінде құжаттарын алып келеді. Осындай қор, осындай саны бар екенін көрсетеді. Және де өз таныстары арқылы
Қаныш Сәтпаев қайтадан өскемен қорының дамуын қайтып қол жеткізеді дамуына. Осылайша біз Қаныш Сәтпаевтың қаншалықты еңбекқор екенін, қаншалықты уақыт күтсе де мұнаймайтынын, өз ойлағанынан кетпейтін адам екенін көре алсақ болады. Яғни халық үшін, халықтың кең орындары, яғни ғылым халыққа қызмет ету үшін көптеген жұмыс атқарған болатын. Сонымен қоса Қаныш Сәтпаевтың қаншалықты отан сүйгіштігін көрсетеді. Яғни ол Сталинге барғанда осыншама қор, осыншама қазақтың жері қандай құнарлы екенін айтып жеткізген болатын. Осы үшін де маған осы үзінді өте әсерлі болып келді. Келесі және соңғы үзінділердің бірі. Яғни қазір мен екі қысқаша диалогты айтқым келіп тұр. Яғни бұл үзінділерде айтылған сөздер осы шығарманың басты идеясын көрсетеді. Бірінші диалог ол мана айтып кеткендей, Қаныш Сәтпаев Мәскеуге аттанған кезде Өскемен қаласының мәселесін шешуге барған болатын. Осы кезеңде ол өз ұстазымен сұхбат кезінде ұстазының айтқан сөзі бар. Яғни ғалым болу атақ үшін емес, ақиқат үшін күресу. Яғни бұл бүкіл шығарманың моральдық өзегі десек те болады. Және де екіншісі ол Қаныш Сәтпаевтың өзінің сөздері, яғни бас кейіпкердің, академиктің өз ойы. Оның сөздері былай: қазақтың тағдырына қатысты әрбір ғылыми сөз аманат. Яғни бұл аманат бүгінгі ұрпаққа бағытталған үндеу сияқты көрсек болады. Және де осы үзіндіде осы екі айтылған сөз қазіргі жастарға бағытталған, және де осы шығарманың басты моральды идеясын көрсетіп тұр. Келесі пункт ол бізде шығарма оқу барысындағы оқушының көңіл күйі қалай өзгерді, қай жерде қандай көңіл күймен отты деген сұраққа жауап бергім келіп отыр. Біріншіден, бұл шығарма мен үшін өте әсерлі болды. Өйткені бұл шығармада қазақ зиялысы, яғни Қаныш Сәтпаевтың кеңес өкіметі кезеңіндегі әділетсіздіктерге қандай іс-әрекеттер қарастырды, соның бүткілі айтылып кеткен болатын. Бұл шығарма бір сәтте мұңаясың, бір сәтте ойланасың, бір сәтте жігерленедесің, және де бір кейіпкердің тағдырын оқып отырып, неге бұлай болды, неге бұлай болмады деген ойлар көптеп келген болатын. Бірақ сол жаралы тарих біздің ортақ тарихымыз, және де шығарманы оқып отырып әрбір адам ішінен ашу шығады, өкініш, мақтаныш та шығады десек те болады. Өкініш ол өткендегі әділетсіздікке шықты, ашу деген осы кеңес өкіметінің халыққа қарсы жасалған қиянаты, соған ашу шықты. Ал мақтаныш осындай қиын кезеңде ешқашан рухы сынбаған тұлғаларға шыққан десек те болады. Және де келесі сұрақ бізде бұл шығарманы кімге не үшін ұсынар едім деген. Бұл шығарманы мен көптеп ұсынар едім, өйткені бұл шығарма адамды ойландырады, тарихты көркем тілмен сезіндіреді, және де дәстүрлердің айтылып кеткені, яғни рухани тәрбие береді оқып жатқан адамға. Және де бұл кітапты әсіресе мен жастарға, өз өмірінің болашағын ғылыммен байланыстырғысы келетін адамдарға, тарихты түсінгісі келетін адамдарға міндетті түрде оқуға кеңес берер едім. Келесі және ақтық пункттардың бірі ол осы оқыған шығарманың авторы туралы айта кету. Мен таңдаған кітап сіздер білетіндей академиктің көз жасы. Бұл кітаптың авторы ол Қабдеш Жұмаділов, яғни ол туралы дерек айта кетсек, ол қазақ әдебиетінде ең биік деңгейдегі тарихи роман жанрларының ірі классигі, яғни көш жолының жазушысы атанған қайраткер. Және де біз білетіндей ол 20 ғасырда қазақ халқының ұлттық болмысы мен тағдыры туралы ең толық, ең күрделі эпикалық шығармалар жазған, шығармалар мен шежірелер ойлап тапқан. Сонымен қоса қазақ әдебиетінде ол тарихи роман жанрында жаңа деңгейге көтерген, қазақтың бөлінген тағдырын біртұтас эпопеяға дайындаған, яғни айналдырған, және ұлт руханиятының ең өзекті мәселелерін көтеріп шығармалардың бастамасы ретінде алған.
және шығармаларының басты тақырыптарын айта кетсек, олар ұлт тағдырына қатты тығыз байланысты. Яғни Қытайдағы қазақтар, шекараның бір жағында қалған қандастар, көш босқыншылығы, елден айырылу деген сияқты шекарасы саясатының халыққа тигізген зардабы секілді тақырыптар өте өзекті қарастырылған. Және ұлт тарихы шындықты ашу, яғни репрессия шындығын, қазақтың жер дауын, тіл мәселесін, отарлық саясатты, ұлттық қуғынды, биліктің қателіктерін бүткіл шын мәнісінде баяндап жазып кеткен. Яғни біз білетіндей, академияттың көз жасындағы басты идея да осы топқа жатады. Яғни сол кезеңдегі кеңес өкіметінің әділетсіздігі, халыққа деген көптеп жасаған жамандықтары туралы ашып жазып кеткен болатын.